Бүгін біз сіздермен дастарханның сәнін беретін ең керемет, ең дәмді шығыстың шертпағын дайындаймыз. Оған не керек? Ең әуелі оған жылы сүт, жылы су, тұз, сода, шикілдеуіктің майы, ертілген тоң май, қант, ұн қажет болады. Барлық осы заттарды бір-бірден қосып араластырамыз. Қамырымыз дайын болды. Енді осы қамырымызды 10-15 минутқа тындырып қоямыз. Сосын 10-15 минуттан кейін осы қамырды әрбір бөлікке бөліп, бірнеше бөлікке бөліп, ыдысымызға салып, ары қарай шертпағымызды жасаймыз. Ал енді біздің шертпақтарымыз дайын болды. Міне, өте керемет дәмді шертпақ болды.